1 қазан халықаралық қарттар күніне орай Өскемендегі Назарбаев зияткерлік мектебінің педагогтері мен оқушыларынан құралған топ қарттар үйіне барып, үлкендерді мерекемен құттықтап қайтты. Оқушылар мен мұғалімдер әлеуметтік орталық тұрғындарына арнап мерекелік концерт қойды. Кеш барысында залда ерекше атмосфера орнады. Ата-әжелер өздерін құттықтауға келген меймандарды қуана қарсы алып, жылы шырай танытты. Қариялар әуезді ән мен күмбірлеген күй тыңдап, мың бұралған бишілердің биін қошеметпен тамашалады. Халқымыздың тәлім-тәрбиесі ананың ақ сүтімен, әже өнегесімен, аталар ақылымен беріліп, өзіндік қасиетімізді қалыптастыруды көздейді. Сондықтан ұйымдастырылған шараның мақсаты жастарды халқының салт-дәстүріне сай, үлкенді сыйлап, тыңдай білуге үйретіп, инабаттылық пен мейірімділікке, қамқорлыққа тәрбиелеу. Кішкентай зал үшін сахнаға айналдырып, сазға бөлеген мерекелік кештен әсерленген қарттар өздерінің көңілдерін аулап, осындай сый-құрмет көрсеткен мұғалімдер мен оқушыларға шексіз алғыс айтты. Көздеріне жас алып, жан тебіреністерімен бөлісті. Осылайша ата-апалар өздерін мерекемен құттықтап келген қонақтарына ақ тілектерін жаудырып, көтеріңкі көңіл күймен шығарып салды. Связь поколений, она постоянно присутствует. Вот те песни, которые вы нам приготовили, они разбудили у нас те струны, которые когда-то у нас брежили, звенели. Вот надежда это. Сейчас у нас какая надежда? Надежда, что вы придете, нас повеселите. У вас надежда дать, а желание наше вам творческих сил, чтобы вы постигали эту жизнь. Она сложная, но очень увлекательная. А я хочу выразить огромную благодарность. Вы такие молодцы. Вы такие вот, знаете, сейчас у вас уже такие таланты. Расцветайте дальше.